Бұл оның өміріндегі ең керемет күн болуы керек еді. Алайда 1990 жылдың 30 қазаны керемет Джо деген атпен танымал сиқыршы Джозеф Буррус үшін соңғы күн болды. Сол күні ол 3D жерлеу деп аталатын ең қауіпті сиқырлардың бірін орындауға бел байлады. Оның идеясы мынада: тізбектерге байланған иллюзионисті табытқа салып, жерлеу рәсімін жасап, үстінен топырақ төгеді. Сиқыршы өзінің сиқырлы қабілеттерін пайдаланып, табыттан шығып, көрермендердің алдынан пайда болуы керек. Джозеф бұл трюкті бұған дейін сәтті орындаған, алайда бұл жолы ол сиқырда одан да әсерлі ету үшін кейбір өзгерістер енгізуге шешім қабылдайды. Ағаш табыттың орнына мөлдір пластик табыт қолдануға және топырақтың үстіне сұйық цемент құюға шешім қабылданды. Қойылым әдеттегідей басталды. Сиқыршының қолдарын кісендеп, денесін шынжырмен байлайды. Одан кейін оны табытқа жатқызады. Содан кейін табытты 2 метр тереңдікте орнатылған қабірге түсірді. Табыттың үстіне топырақ төгіліп, қабір сұйық цементпен толтырыла бастады. Бұл процесс аяқталған кезде тосыннан бір жағдай орын алады. Пластикалық табыт қысымға төтеп бере алмай жарылып кетті. Жер мен цементтің орасан зор салмағы оны жаншып тастады. Сол сәтте ішіндегі Джозеф Буррустың не сезінгенін елестету әрине қиын. Қызметкерлер үрейленіп, оны құтқаруға үміттеніп, қабірді қазып алуға кірісті. Оқиғаны сол жерде шамамен 150 адам көрді. Олардың арасында Джозефтің ата-анасы мен 2 кішкентай баласы бар еді. Буррусқа жетемін дегенше бәрі тым кеш тұғын. Ол оқиға орнында қайтыс болды деп жарияланды. Уорренер иллюзионисттің өліміне асфиксия, яғни тұншығу себеп болды деп мәлімдеді. Болған оқиғаның негізгі себебі трюктің дұрыс дайындалмауы. Буррус шамамен 7 тоннаға жуық топырақ пен цементтің массасын есептемеген. Ол сондай-ақ табыттың беріктігін толық сынақтан өткізбестен, оны тек аяқпен теуіп тексерумен ғана шектелді. Мұндай салғырттық нәтижесінде 3D жерлеу трюгі ирониялық түрде шынайы жерлеуге айналды. Джозеф Буррус сөздің тура мағынасында 3D жерленді. Осымен видеомыз аяқталды. Достар, еңбегіміз үшін видеоға лайк басып, арнамызға тіркеле кетейік. Және де комментке видео туралы өз пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.